Мен енді мына театрға біз осы сахнадан шығару үшін неше түрлі өнерпаздар іздейміз. Әйтеуір көптеген адамдарды өтірік емес, жұлдызда қылдық. Жақында Қызылорда облысының Жаңақорған ауданындағы Түгіскен деген ауылда болдық. Жаңақорғаннан бар ма осы жерде? Бар екен ғой, біраз. Түгіскен деген ауыл бар, құм жақта тұратын. Сонадан бір өнерпаз жігіт таптық, гитарамен ән айтады екен, ауылда қалып кеткен, өзі тракторист екен, трактор айдайды екен, үйленген, екі бала шағасын. Армандайды екен да осылай сахнаға шығуға. Мен енді соны қазір алдарыңызға шақырайын. Енді алып келдік дағы, оны қазір 3 күн Жүсіптің үйінде ваннаға салып, машалдыменен болмай жатыр. Шілдеде, күн ыстықта трактор айдайды. Оңай ма трактор айдаған? Білесіздер. Соны шақырайын, есімі Асылжан. Мына енді Уәлібек өңшең реңсіздерді жинайтын бопты ғой деп қамаңыздар. Қожық театрына ашайын деп жатыр деп. Соны кеп Асылжан шыға бер. Енді өздеріңіз бағасын бересіздер қазір. Болады десеңіздер, мынаны енді кішкене дайындаймыз. Болмайды десеңіздер, дауысын естіп. Сыншы ғой енді. Жібер. Опа, да. Ақсәулем деп жіберейін, Ақсәулем деп. Оны бәрі біледі. Сен де менің жақсы әнім боларсың деп айтайын бір. Ол енді бір отырыстың әні де. Бұнау енді үлкен кәсіби сахна. Бұл жерде концерт, сондай әндер айту керек. Айып етпе. Сосын гитар жайырсай, біреудің гитар болғаннан кейін ба, жоқ алды. Тракторист болғаннан кейін ба, қатты тұрбасы. Оның егесі аяқта жүрек ұшып тұрған аяқта бір. Сондықтан Нұрхат келіп гитараңды ұстай бер. Бұлар да сүйемелдей береді бұны. Түсініңіз ба? Та кім Мұхан? Кім Нұржан бар ма? Келдір сүйемелдеңдірші маған, мақы ма? Нұржан қайтша баянын алып шықсын. Нұржан шыға бер. Микрофонмен. Бір сүйемелдеңдір, бер кел. Сүйемелдейміз ба? Наран байғам, нара су. Түсіндің ба? Түсіндіңіз ол мен айттан ба? Концертіне әндер айту керек. Жарай ма? Мынадай әндер болмайды. Енді бұлар енді сүйемелдей береді. Білесіз өзі концертіне әндер? Тарта берсін. Не? Тарта берсін. Естілер ма? Бұлар тартала ма өзі деп тұрсын бір? Қызық екен сұрақ, тарта берсін деп. Баяғыда сен айта бер, біз тарта береміз дейтін доғыз. Бұныке тарта берсін. Сонда любой нәрсені айта бересің бе? Білетін нәрсені тәсі салдыршы көрейік. Неқа тұрайын мен? Қалыққа қарап айта бересің. Білмеймін сөздері. Тоқта. Білмеймін сөздері деген не ма? Сен Түгіскенде тұрмын деп ойлап отырсың ба деген? Сен өз бұл қай тілде айтылатын ән екен білесің бе? Білмеймін. Білмейсің, білмейді сөздерді айтып білмейсің ба? Қызылорда облысы деп па, сонда бір деген айтасың біз. Дегенмен де кішкене дауысы бар сияқты, жанды дауыспен айтады, жанды дауыспен. Енді қоя тұрыңыздар, бір ән айтты екен деп, бұны арма қарай сахнаға шығара бермейміз. Бір 2-3 ән тыңдап көрейік. Жарай ма? Қандай ән айттыңыз? Көке. Көрдіңіздер ма, бұлар ретро 80 жылдары ма, сондай ретро әндер тартып тұр. Байқадыңыз ба? Білесіз ба? Тарта берсін. Тарталасындар ма? Тарта беріңдерші, көрейік. И оставляют вас умирать на белом холодном окне. Сендер тоқтатам оғыз? Енді, мен енді, анау жақтағылардың бәрі жаңды осындай 80 жыл танысплощадке барған қыздар бәрі, уже гүл берді. Көрдіңіз, сразу гүл берді. Рахмет. Болды, деймін. Сөйлеп отырсың бар, мағыры?
Гүлбергеннен кейін үйтіп мағамайды. Жігіті бар ғой. Байқам ма? Бұны енді айтқан кезде бір ғой, сен енді саған айтайын Асылжан. Сен мені жырға әртіс қылып шыға, сен телевизордан көріп жүрсің бе соны? Айтқан кезде билегісі келді, о жақтарындар билегісі келіп, басталғаннан білді, деп шапалақ ұрды. Сен төк қана пас жоқ, ештеңе жоқ. Белая роза, не ол? Билеп тұрып айтсай, бүйтіп жүректерін жаулап ал, көрермендерді. Бар жерін бүйтіп тұрып, белая роза дейді. Белая роза, бәрі дейді. Белая роза, бұларды дейді. Бүйтіп сабыстырып жүрсей. Бағыма билеп айт, билеп айт. Иә. Тағы да, жамыра ретро әндерді айтқаны. Сен не қылмашы, сен қолында сыпырақ сияқты тұр, мағымаш. Ені дүр сияқты болды да. Середі бірау, 80-70 жыл деген екен бір, мына жерде соның қыздары ғой, саған гүл беріп жатқан. Ал осы қыздар сол кезде кино, индийский киноға баратын еді. Я, индийский кино. Өліп жылайтынды ғой. Біз оларды жылаған сайын құшақтап қой дейміз. Тағы жылақса екен дейміз. Жыласа құшақтайсың ғананы. Көрдің бе? Әдістер бар бізде. Соны енді киносын айтайды, оның ішіндегі әні қандай еді? Біздің Қазақстанда бар, соны әні айтатын адам жоқ. Айтады, бірақ қазақшалап айтам ба? Бірақ сол тура үндішілеп айтса деп айтам да, индийский қылып айтса. Білесің ба сондай? Бір өтініш болып тұрсыз бе? Маған ба? Ол? Қолына келсе? Бабушкам қылқындырып жатыр да. Бабушкасы бар ма? А? Кешіріңдер, ауылда тұратын балдар ғой. Оны бабочка дейді. Бабушка дейді. Ана көбелек ұқсайтын маған. Бәсе беті қыздар бар. Енді тракторист ғонды өмір галстук тағып көрмеген білмейді енді. Қалқынып атыр екен да, дестейді. Бәрекелді. Түймені үзе сал, не қыласың түймені? Сыртына, индийский сыртына. Ай, бәрекелді. Мына анайқа қоя сал, қайтарда бересің. Сол өтініш, менде де өтініш болып тұр ғой. Сол жаңа индийский әндер білесің бе? Өлемде болған. Тарта берсін. Мен өлемді, майсын айтам. Тарталасында ба? Көрмешін. Ана қарақ жері. Гитарасы. Ұлап жәйтіз. Сен нең қалайды ба? Көрейін. Білмей қалды бұда. Айтыр абырайға ұстап қалдым. Ол секірге күйіп кетті жамын бұлат еді ол. Бәсе, бірағанды бір бұлай қарап айтып атыр. Олардың күйеулері бар, өкшесі сондай көрі дейм. Алыста қыздар бар сонда. Дегенмен де бір. Нағылады екен, икемге келдіріп қойған екен. Енді, сіздерде кешірім тұрайын деп атқан оны би болмай атыр. Оны білемін. Өйткені 10 жыл трактор айдаған оңай ма? Қатық қойған ғой мына қолым бар. Әлі жібітеміз егер болады дейтін болсаңыздар. Мен сәл жаңа көрдім да, сөйтіп қарап тұрып бір нәрсе есіме түсті. Осыдан 10 жыл бұрын тура осы сахнада өзім сияқты қап-қара ауылдан Затбек деген жігітті алып келіп шығарып еді. Мен үш жылда. Сол кезде сол бір ән айтып еді. Қандай ән еді? Ақмаржан. Иә, Ақмаржан. Бұлар өздері қап-қара болып аққа құмарды. Айтайын деп атқан, ақ сәулем ба сенікі? Соны айтайын деп атқан сол Ақмаржаннан кейін сөздің шыны керек. Біз оған дейін тойларда өзбек ағайындар мен ұйғыр ағайындардың әуеніне билейтін едік. Жаңағы нелер бар ма жаңағы? Эходжана Средин деген анаяқтан не дейді? Дәурага төш дейді ма, соларға билейтін едік. Сол Ақмаржаннан кейін бәріміз қазақша билейтін болып қалдық қазір.
Мына Ташкентте менің әнші достарым бар, өзбек ағайындар. Солар қатты қапа болып жүр. Затбек таппай жүрміз дейді. Ұстасақ алмаймыз. Наннан айырған ғой. Заказ болмай қалды оларға. Сол енді олардан да ятпақ болмасын, сол ұйғыр ағайындардың сол тойда салған әндері, өзбек ағайындардың салған әндерінен бір ән білесіз ба, білсеңіз, анау айтайын деп отқаным аппақ-аппақ қошқарларды айтпа, керек жоқ. Қап-қара болып сондайларды айтады екенсіздер. Басқа бір әуендерде бар ма? Тарта берсін. Не дейді, айналайын. Мынау. Не біле. Şancar diadri yukarıdan gurna birsine Rahmat. Barakallah rahmat. Havali bir geke Avruy aftari dediniz onu bozma Köpenlerin köpeğine yüzünge bir karayma Kalem bilen çizilgen kaşınge bir karayma Senin gözün bir yana, benim gözüm bir yana Uçkumda ular buldum, izledim yana yana Uçkumda ular buldum, izledim yana yana Hare kız koy koy, hare kız koy 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 Hare kız koy koy, hare kız koy koy Мынаны біреуге ұқсаттым мен. Индийский ән айтып жатқанда ойпырмай деп қалдым мен. Сол индийскийде кімге ұқсатып тұрсыздар? Жемеймін. Сізде көзіңіз тұмандап тұрған жоқ па? Ана сериал бар ғой. Келін деген сериал. Соның үштен қаңқы сұр Кальян деген бар еді ғой. Соны туған інісі мынау. Иә? Ой, Құдай тоба. Енді біраз ән айтып атсыз, итальянша, орысша, индияша, өзбекше айтып жатсыз, рахмет. Бірақ мына көпшіліктің көкейінде бір сұрақ тұр. Осының ұлты не болды екен? Орысқа келмейді. Тәжік деп қояды. Сөйтсе біреулер хинди екен дейді, индия екен дейді. Біреулер түрікмен ба деп қояды. Түрікменше айтатын жер деп. Мен енді бір сөздің шыны керек. Мен бірінші көргенде осыны. Мен бүйтіп ойлағам, мынау Ауғанстаннан ешекпен героин таситындар бар ғой? Көңнен ішіп алып қатып қалады. Мен сол екен деп қорыққанды ғой. Сөйтсем бұл қазақ екен. Бұл қазақ. Енді айтады ғой. Бұл қазақ болғаннан кейін нағымен қазақша әуенге салмады. Соны енді тарта берсін деп айтып тұрсың ба? Оны мен ете салайыншы. Бұлар да біліп тартып атып жүр. Жастап бір қазақша әуенге салсаңыз. Құмарым қойдау басылмай, қабағым сенсіз ашылмай, көрдім мен әзіз айналдым, бір тамшы
Рахмет. Жөнелдеп атқан кісілер сіздерге де рахмет. Рахмет. Сіздер бара беріңіздер, рахмет, болды. Әйтпесе мынаның авторлық кеші болайын деп отыр ғой. Кешегіне трактор айдап жүрген адам, менің ұят болды да, біраз тұрып қалды. Жоқ, өзім мына индийский билегендеріне бір күліп, мен сіздерді қайтамын, өзім жаным көріп қалды, шаршап тұрамын, рахмет. Енді сіздер кешіріңіздер, бұл асыл жанымды бір керемет әнші деп алып келіп тұрғам жоқ. Әудемейтін қазақ жоқ, бірақ енді сол әнді дұрыстап айта алды деп алып келіп тұрмын. Дұрыс па? Әнші қылуға болатын шығар енді. Ал енді бізде әнші деп кімді айтайық? Әнші деп Ермек көкемізді Сергебаев, Бибігүл Төлегенова, кешегі Майрам Мұхаммедқызын. Мынау кеше айта салайық, мынау Қытайда жүр ғой, үлкен додада, Димаш Құдайберген. Міне осылар әншілер. Осылар әншілер. Ал енді қазір неше түрлі жұлдыз шығып кетті да. Адаммен амандасу қиын. Сөйлеспейді сенмен. Аспанда олар. Ал солардың концертіне барсаң, болмаса тойға шақырсаң, фонограммамен айтады. Амна көрдіңіз бе, бейшара жан дауыспен айтып тұр қазір. Я, сондықтан сіздерге жетіп жатыр. Сондықтан сіздерге жетіп жатыр. Енді сол жұлдыздарымыздың енді мынаны көрсе, айдалада құмның арасынан бір тракторист тап келдім. Осыдан ұялса деп жатырмын мен. Ұялса деп жатырмын. Ай, мына шапалақтан кейінен сен енді жұлдыз болып көтеп, тракторды тастап, сөйтіп кетпейсің ба? Тракторы тастамаймын ғой, айдайым. Ой, молодец, мен көрме. Өткенде бір тракторист шақырам деп шайыннан. Тракторын тастап кетіп, жаман масқара қоғамыз. Елер енді. Сен жаңағы Затбек есіме түсіп кетті, жаңағы соның үшін ғой, жаңағы өзбекше айтқызған. Сен өз сол Затбекті көрдің бол? Телевизордан көрдім. Бұлай өзімен бұлай жүздексің жоқсың ба? Онда үш жерді жүздестіреймін. Затбек шақырайшы. Затбек келші. Затбек жіберіңізші. Затбек келші. Мына кісіні бір құшаққа қойсаңыз. Ай, бәрекелді. Азеке айбеттің сізге кедергі жасамайық, мұны не қылып, бұны турлай берейін. Рахмет. Пудра жағы, бана, бұна олай. Рахмет.